жалпы конфликт болмас үшін дер кезінде жауап берген дұрыс. Мысалы, бірге жүрген жұмыстас адамдар, жақын адамдар, олардың көңіл күйлер әртүрлі болады. Және сіздің де көңіл күйіңіз бір қалыпты болмайды. Сондықтан жаңағыдай олар бір күні көңілді, бір күні көңілсіз, тиісіп сөйлеуі мүмкін, зіркілдеп сөйлеуі мүмкін, ұрысып сөйлеуі мүмкін, ашуланып деген сияқты. Сол кезде сіз бірден жауап бергеніңіз дұрыс. Әрине, өзің сондайсың, өзіңе қарабал деген сияқты емес, қалжың әзілге аралас, шын әзіл аралас, сондай бір жауаптар болу керек. Мысалы, ұрыспаңызшы. Немесе құрбыңыз жаңағындай зілді сөздер айтып тұр, сіз ұрыспашы, айналайын ұрыспашы деген сияқты сөздерді айтқан кезде сіздің ішіңізде реніш қалмайды. Реніштің қалғанның оның салдары қандай? Ол мысалы сіз уақыт келе жаңағы реніштерді жинайсыз. Олар жинала бір күні сіздің контролінсіз апыл-ғұпыл шығады. Сіз өзіңіз қалай ауыр зілді сөз айтып қойғаныңызды өзіңізге өзіңіз таңғаласыз. Өйткені адамның нервісі ол темір емес. Кез келген информация жиналып бір күні жаңағы өзінің жемістерін былайынша айтқанда береді. Міне, кейде мен мысалы өзім осындай ұрыспаңыш дегеннің орнына кейде әзіл шын аралас сондай бір спецификалық түрде жауап бергенім бар. Мысалы, ағылшынның сөзі бар, what is your name деген. What is your name? Do you speak English? Оның көп адамдар біледі. Немесе немістің сөздері бар, қай тілді білесіз қосымша, сол тілде айтуға болады. Мен қайтетім, мен мысалы былай сөйлейтін, do you speak English деп. Яғни адам өзінің шекарасынан шығып баратыр, неше түрлі сөздерді айтып жатыр, жаңағыдай сен осыны істеуің керексің, неме осыны істемедің, қайда қарадың деген сияқты. Сол кезде әзіл шыны аралас, әрине араласып жүрген адамға сөйтіп айтуға болады. Do you speak English? My name is Жанна. What is your name деген сияқты. Осындай сөздерді сонда адам ойы уақытша болса жаңағы сіздің айтқан былай қарағанда орынсыз сөзге көңілі ауады да жаңағы ұрысқанын бір сәт болса да қояды. Міне, осындай кезде сіз өзіңізге әңгімені бұруға болады. Не ары қарай жаңағы бір болған уақиғаны айтып, немесе бір жаңалықты айтып, сөйтіп сіз ұрыс-керісті өзіңіздің арнаңызға салып, ұрыс-керісті айналып өтесіз. Енді ары қарай тағы қандай нәрселер болуы мүмкін? Мысалы, бірге араласып жүрген адамдар сізбен жаңағындай әңгімелескен кезде, әңгіме айтқан кезде, сіз оларға әңгіме айтасыз. Жалпы өзіңізді босаңсып ұстайсыз. Ешқандай напряжение жоқ, қауіптілік жоқ деген сияқты. Үйренген адамыңыз бір емін-еркін сөйлейсіз, ол сізге аяқ асты сол сөздердің арасында бір зілді сөз айту мүмкін. Немесе внушение сияқты сөздер айту мүмкін. Сен қайтер едің мысалы, қандай сөз айтуы мүмкін зілді. Сен қайтер едің егер қолың жоқ болса, аяғың жоқ болса деген сияқты. Сондай бір дөрекі сөздер. Ал босаңсып тұрған кезде адамның подсознаниясы ашық болады. Міне. Енді ол сізге сондай дөрекі негативті айтты. Сізге қалай жауап беру керек? Мысалы, мұсылманда, жалпы исламда астафиралла деген сөз бар. Астафиралла деп айтсаңыз, бірден жаңағы сізге кірген негатив қайтадан шығады. Өйткені сіз реакция бердіңіз. Егер сіз керісінше үндемей қойсаңыз, жарайды енді, бұл менің жақыным ғой, әшейін маған жамандықпен айтып тұрған жоқ қой деген түсіністікпен әшейін қабылдасаңыз, көбінесе адамның ішінде қалып қояды жаңа негатив. Және ол дәні сізде қалып қояды да, ары қарай жаңағы өрбіп өседі ол. Сол үшін сізге сондай бір сіз босаңсып тұрсыз, сізге неше түрлі жаңа әңгіме айтып тұр,
соның арасында сізге сондай бір негативті айтып қойды. Сіз бірден астафиралла. Немесе жаңағы батыс жақта қасқа деген сөз бар. Сөйтіп реакция бересіз. Реакция берген кезде ішіңізде ешқандай негатив қалмайды, реніш өкпе қалмайды, және ол жиналмайды да, ары қарай конфликтіге шықпайды. Міне, осындай бір маңызды сәт бар. Енді ары қарай қандай нәрсені айтуға болады? Ол мысалы сіз жаңадан болғанда таңертең келдіңіз, ұйқыңыз қанбай қалды ма, шаршап тұрсыз ба, сізге айтып тұр. Келе салып, сіз даже шай ішіп үлгермеген шығарсыз. Енді ораза кезі емес, мүмкін сондай бір кезеңдер болады. Сол кезде сізге сен осыны жасамапсың ғой өткенде, жасаған кезде осындай қателер жасапсың ғой, қайда қарадың деген сияқты не бастығыңыз, не бірге жұмыс істейтін әріптесіңіз сөйтіп сөйлеуі мүмкін. Енді сіздің реакцияңыз, сіз жаңағы сабырға, әңгімені басқа тақырыпқа ауыстыру үшін қалың қалай дейсіз. Өйткені сіздің қалыңызды ешкім сұраған жоқ. Сіз өзіңіздің қалың сұраумен адамға көрсетесіз, үлгі көрсетесіз бір жағынан, екінші жағынан ол жаңа адам түсінеді. Шынымен мен қалың сұрамаппын ғой деп еске түсірткендей боласыз. Қалың қалай? Қалай ұйықтадың деп өзіңіз қалың сұрай бастаңыз. Ол сізге қайдағы проблеманы айтып тұр, қайдағы жұмыстағы бір дұрыс емес нәрселерді, сіздің қателеріңізді бетке басып тұр, ал сіз қалың қалай? Бүгін қалай ұйықтадың? Көңіл күйің қалай деп сөйтіп кішкене әңгімен басқа жаққа бұрғаннан кейін ол адам өзінің кішкене екпінін баяулатады. Есіріп сөйлегені қояды. Мүмкін ашуланып та тұр шығар. Ашуы да басылады. Егер ашуы басылмаса, ондай да болады. Ашуы басылмай, есіріп, жаңағыдай аузына келгенді сөйлеп, жұмысқа қатысы бар нәрсені, қатысы жоқ нәрсені айтып жатыр. Осындай кезде не істеуге болады? Кешір. Қазір мен біреумен сөйлесуім керек деп сыртқа шыққаныңыз дұрыс. Ол өтірік болмас үшін сіз шынымен бір адамға хабарласуға болады. Немесе ол жаңағы таңертеңгілік уақытта болса, сіз жазасыз. Жаңағы өзіңізге танитын адамыңызды. Немесе айтасыз, менде бір жұмысым бар еді, қазір мен сыртқа шығып келейін деп, магазинге ма, сыртқа коридорға ма, үлкен не болса, компания немесе жұмыс орын болса, басқа біреудің кабинетіне қалың қалай деп сіз бір 5 минут, 10 минут ол ештеңе шешпейді. Одан жұмыс бір орында тұрып қалмайды. Сіз сөйтіп шығып кетуге болады. Ең басты шығып кету. Жаңағы ашуланып тұрған адамнан алыстау. Міне, ал 10 минут па, 20 минут па, ол адам міндетті түрде сабырға келеді. Өйткені уақыт бір орында тұрмайды. Ол адамға бір адам телефон соғуы мүмкін, бір адам кіруі мүмкін, немесе ашуланып тұрса, білмеймін, басы ауыру мүмкін, давлениесі көтерілуі мүмкін, Құдай сақтасын, әртүрлі процестер болады. Сондықтан сіз ұтасыз. Ашуланып тұрған адамнан алысқа кетсеңіз ұтасыз. Міне осыны қолданыңыз және оның нәтижесін көріңіз.